Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай табаның, қазанды, осындай чайниктерді ағартудың оңай және тиімді тәсілін көрсететін боламын. Осындай гранит табаларды немесе қазандарды мүлде негізі қырғышпен қыруға болмайды. Ол өзінің сапасын жоғалтады және ыстыққа қойған кезде өзара бір зиян зат бөлінетін болады. Сол үшін мүлде осындай гранит табаларды қырғышпен құруға болмайды. Мұнда мен қазаным қатты майлы емес, себеп тазартып тұрамын осылай. Сонда да кішкене салып көрейін дедім. Қазанымда май жоқ мүлде. Енді бізге керек заттар осындай нан содасы, ас содасы, пищевая сода, кір сабын, кез келген кір сабын жарай береді. Сосын кәдімгі сұйық май тамақ жасайтын және кір жуатын осындай порошок қажет болады. Осындай үлкен ыдысымызды суымыз толтырып қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін асты қосылып отыр, газдың асты. Қайнағаннан кейін кір сабының жартысын осылай пышақпен бөліп саламыз. Тез ерісін десеңіздер, теркадан өткізіп салсаңыздар да болады. Кір сабының жартысы жетеді. Негізі дәл осы құраммен балалардың дақ киімдерінде кетіруге болады. Мен үнемі солай жасаймын. Осылай кір сабының жартысын салғаннан кейін енді бізге 6 ас қасық нан сода қажет болады. Мұнда менде 7 қасықтай барлығын салып жібердім. Үйдегі барлық соданы салдым. Енді 6-7 қасықтай осындай сұйық май құямыз. Бұл жаңа дайындап жатқан суымызға мүлде баяғыдан келе жатқан манты қазанның майларын барлығын кәдімгідей ағытып түсіреді. Ешқандай химикатсыз және осындай кір жуатын порошогымызды салып, суымызды жақсылап араластыратын боламыз. Менде қатты кірленген осы чайнигіммен табам. Чайнигім себебі бізде су өте нашар болғандықтан 2-3 күн жумасаң сондай болады. Мен эксперимент ретінде оны чайнигімді 3-4 күн жуған жоқпын. Сіздерге көрсету үшін. Ал табамды алғаныма жарты жылдай болды. Мүлде жуған жоқпын, себебі қырғыш тигізуге болды. Қазанымызды барлығын осылай суымыз бетіне осылай шыққанша барлығын шамалап осылай өздеріңіз реттеп саласыздар. Және мантаварканың листтерін салсаңыздар болады. Үйде қарайған, сарғайған ложкалар барлығын салсаңыздар мүлде керемет болады. Жақсы тазалап шығады. Енді барлығын батырып бір 35 минут, 40 минутқа қалдырып қоямыз. Суға асты орташа жай отта өзі шамалы қайнамайды, но ысып, былай ыстық болып тұрады. Міне менің көрдіңіздер, уже 20 минут, 30 минуттан кейін чайнигімнің ішінен осында қап-қара майлы сияқты шықты. Бізде айтып өткенімдей су өте нашар. Минутке осындай болып шықты. 3-4 күндік чайнигім барлығын өзі ағып түсірді. Ешқандай қырмайсыздар да. Енді қалып кеткен майларды губканың қатты жерімен 1-2 рет ыстық суға ысқылап шайқап жіберсеңіздер, мінекей қолмен алғанның өзінде алынып тұр. Чайниктеріндегі осындай дақтар. Енді қазаным ағарған. Өзі қазаным алдында таза еді. Осындай әдіспен тазартамын. Және енді қазір табамызды көретін боламыз. Міне табамын. Осындай жаңа чайнигімнің сеткасы. Табадағы майлар кәдімгі жұмсақ болып тұр, еріп. Былайымша күндер жуған кезде ол майды мүлде еріте алмайсың. Мінекей көрініп тұрған болса, май кәдімгідей бетіне шығып, ерініп тұр. Тіс шұқитын ағаш шұқығышпен шұқып көрген өзінде кетіп жатыр. Қазір шайған кезде мүлде тап-таза болады. Міне сіздерге жақыннан көрсетіп тұрмын. Майдың қалай барлығы бетіне шыққанына қараңыздар.
барлығы осылай ағып түседі. Тек шайып жусаңыздар болды. Міне қолмен де кетіп жатыр. Ал былайша бұл мүлде кетпейді, қанша жусаң да. Мінекей мен губканы қатты жермен ысқылап жібердім. Осындай тап-таза болып шықты. Сіздерге осы әдіс ұнаған болса, қолданып көріңіздер. Және де комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер қандай тәсілмен тазалайсыздар? Маған өте қызық. Маған ең оңай жолы осы. Ешқандай қиналмайсың, айзелит химикатсыз.